Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін тағы да бір жаңа сыныпты бастағалы жатырмыз. Бұл жолы 8-ші сынып оқушыларына арналған оқулық, информатика пәні бойынша. Бұл да Алматы кітап баспасының кітабы 2021 жылғы шығарылым. Питон тілі бұл жерде де қарастырылған. Бұл жерде 4-ші бөлімі, 3-ші тоқсан болса керек, 78-ші беттен басталады. 8-ші сынып. Бұл жерде де қарап отырсаңыздар, Python тілінде алгоритмдерді программалау, бірақ 4-те-1 сабағы for циклы. Кез келген программалау тілінде цикл бар. Бұл циклдің екі түрі болады негізі. For циклы және while циклы. Екеуінің айырмашылықтарын әлі қарастыратын өтеміз, бірақ бұл жолы біздің сабағымыз for циклы. Олардың жазылу реті негізгі жазылу for, I, in, range, arrows және мәндері. Жалпы цикл дегеніміз не? Цикл дегеніміз бұл бір нәрсенің қайталануы, қайта қайталанады. Белгілі бір уақытқа дейін немесе бір шарт орындалғанша қайталануы. Мысалы айтайық, мысалы біздің сағатымыз бар, 12 сағат, қол сағаттары бар, 12 сағат. Ол 12 сағат ретінде әрдайым қайталанып отырады. Күнделікті 12 сағат сайын қайталанып отырады. Былайша айтқан кезде 12 сағат келесі бір 12 сағат бірдей. Нелері, сандары. Немесе электрондық сағат деп айтайық, мысалы, ол 00-ден бастап 59-ға дейін аралық, яғни 60 секунд болсын, 60 минут болсын, осы сағаттық немесе минуттық электрондық сандары қайталанып отырады. Ал сағат ол 00-ден бастап, және 23-ге дейін әрбір бір тәулік сайын қайталанып отырады. Осы секілді жалпы түсінікті болу үшін ол қайталанып отырады. Енді ең қарапайымнан бастайық. Жалпы бұл for цикл дегеніміз өз жазылу ретінен, не үшін олай жазылады. Ол үшін кәдімгі Python файлын орнатқаннан кейін, егер орнатпасаңыздар, мынау Pythonды орнату деген алдыңғы сыныптың 1-ші сабағынан басталады. Жалпы соны орнатсаңыздар болады. Менің өзім жағдайында 3-те-1 Pythonның нұсқасын орнатқан болатын. Ол үшін біз айттық, 7-ші сыныпта да айтылып өткен, ол жерде файлдармен жұмыс істеу болса, бұл жерде Python shell деген сөз консоль деп айтамыз, немесе shell деп айтамыз, бұл жерде мысалы математикалық амалдардың қосу, азайту деген сияқты жазылады. Бірақ Python файлын өзінен сақтау үшін ол кәдімгі Ctrl-New немесе файл открыть новый деген сияқты басатын болсаңыздар, осы жерде мысалы бір егер A және B деген бір сандар беретін болсақ, айталық map арқылы бұларды бөліп өтеміз. Және осыны қағаз бетін, электрон shell бетіне шығару үшін осыны сақтаймыз. Мысалы, сақтағаннан кейін осы жерде біз сақтаймыз. Алдымен осы өзіміздің файлымызды сақтап алайық. Ол файлдың аты бір 8-ші сынып бойынша, мысалы, 1 деген жаз деп сақтай салайық. 1 нүкте. Егер қарап отырсаңыздар, міне 1 нүкте Python деген, пай деген өзі, пай деген ол формат, ол Pythonның форматы. Менің ішінде документі деген ішінде 1 деген файлды сақталып тұр. Осыны мен жазатын болсам, өзім input өзім енгізу арқылы жазамын. Мысалы, мен жерге мынандай бір сандарды берсем, тура осы сандарды шығарып береді. Себебі print деген сол осы консольдің өзіне шығарып береді. Print деген бір өшерде орындалады. Inputта өшерде орындалады. Енді біздің жағдайда айталық, нешеде түрлі мысалдар ретінде көрсеткен. Мынау мысал ретінде мен қарапайым мысалмен айтып өтейін. Ол үшін біз айттық, for деген цикл бар. For цикл for деп басталады. Көп жағдайда I, in, range деп жазылады. Енді осы жерде де түсіндіріп өтейін. I және B және мына жерде бір мысалы бір 10 деп алайын. Қазір осыны мен бірсыпыра түсіндірейін. Бірінші осы екеуін мен түсіндіріп өтейін. Және print I деп шығарып отырайық. Не істедім? Мен мына жерде A және B деген сандардың арасында, егер мен жазбасам, мына жерге айталық. Бірінші бір ғана санды жазайық. 100 деп санды жазайық, 10 деп санды жазайық. Осы жерде мен қарап отырсаңыздар, x деген осында сияқты болатын болса, егер осыны жіберетін болсаңыздар, алдымен 0-ден бастап 9-ға дейін сандарды бірден шығарып беріп отыр ретімен. Циклге, яғни шарт бойынша 10-ға дейін дейді. 10 алынбайды. 0-ден басталады. Мына жерде ішінде дейді, егер осы негізі бұл әрдайым 2 сан деген бар деп есептейді. Егер бір сан жазсаңыздар да, бұл автомат түрде 0-ден 10-ға дейін деп түсінеді. Егер де сіз 2 ретпен жазатын болсаңыздар, онда мысалы айтайық 3-10 деп жазатын болсаңыздар, онда басталу бірінші нүктесі 3-тен бастайды да, 3-ті қоса алады, 3-тен бастап 3-ті кіріп. Және 10-ға дейін. Міне айырмашылықтарын көріп отырған шығарсыз мына жерде. Бағана біз былай істедік.
нөлден бастады да өзі 10-ға дейін, бірақ дейміз. Енді мен дәл осыны тағы да бір 2 деп жазайын. Сол кезде не істеймін? 3-тен басталады 10-ға дейін, бірақ 2 деген сөз 2 рет секіріп отырады деген сөз. Міне, мысалы, істейтін болсақ, қарап отырсаңыздар, 3, 5, 7, 9. Сонда не істедім? Біріншісінде толық өтті, 10-ның өзін ғана жазған едім біріншісінде. Екіншісінде 3, 10 деп жаздым, 3-тен бастап 10-ға дейін. Одан кейін тағы бір санды бердім, 2. Бұл әрдайым 2-ге секіріп отыр. 3, келесі 5, мынау сияқты 4 тастап кетіп отырады. Сол сияқты немесе 3 деп алатын болсаңыздар, жалпы 3 деп алатын болсаңыздар, ол кезде 3-ге секіріп отырады. Мысалы, біріншісі 3, келесі 6, келесі 9. Былайша айтқанда 3-ке бөлінетін сандар деген сияқты. Бұл осымен түсіндік. K, N және X. X деген қадамы, X, K деген бастапқы саны, N деген сөз, N деген сөз сол санға дейінгі. Бұл түсінікті шығар енді. Енді range деген нәрсе бар. Range деген сөз сол аралықты көрсетеді. Аралық, яғни ұзақтылық. Мына жерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Тек қана I деген дұрыс па деген. Жоқ, I-ды қолданбай, A деп қойсаңыздар болады, немесе сан деп қойсаңыздар болады, ол жерде маңызды емес. Жалпы бұл I деген не үшін I деп қолданады программист. I деген сөз инкремент деген сөзбен түсіндірген. Инкремент соның бас жағы I-мен басталады. Инкремент деген сөзді жалпы қысқартасақ. Сөйткенде I деп жаза берген. I деген сөз кәдімгі инкремент, бірге арттырып отырады деген сияқты. Мысалы, мен сан деп алатын болсам, дәл осы санды мәндері беріп отыр. I деген орнына. Сол үшін ол қатып қалған нәрсе, заңдылық жоқ. I болу керек деген сияқты. Бірақ жазылған кезде сөйтіп жаза саламыз, себебі I деген инкремент деген түсінеміз. Жалпы осы бұл енді түсінікті шығар енді мына жерде. Мына жерде күшті бір мысал келтірген, 1-ден 100-ге дейін сан аралықтарды қос дейді да. Мына жерде тұр, осы Python тілінде жазатын болсаңыздар, айталық, мен өшіре салайын. Бізде мысалы мынау мысалды келтіретін болсақ, 1-ден 100-ге дейін сан. Ол үшін мына жерде өшіреміз. 1-ден 100-ге дейін дейтін болсақ, 100-ді қоса алатын болсақ, 101 деп аламыз. Сөйтеміз да, мына жерде қандай да бір басқа бір санды аламыз. S деген санды алатын болсақ, S-тің алғашқысы мәні 0. Сөйтеміз да, осы жерде сан емес, I деп ала берейік, оңай болу үшін. S қосу тең S қосылған I. Сөйтеміз да, осы жерде print S деп жазамыз. 1-ден 100-ге дейін сандардың арасында қосындысы 5050. Яғни былай деген сөз. Мына яки сіздер былай жазсаңыздар болады, немесе сіздер былай жазсаңыздар да болады. Қате емес, S плюс тең деген сөз. I деген сөз. Бұл былайша айтқан кезде мына I-дың берілген мәнін қосып отыр деген сөз. Мынау екеуі бірдей. Онда бізде 1-ден 100-ге дейін сандардың қосындысы 5050. Сол сияқты айталық тек қана бізде тақ сандардың қосындысы дейтін болсақ, мысалы былай. Ол кезде 1-ден 100-ге дейін сандардың тақ сан қосындысы 2500. Ал егер де жұп санына алатын болсақ, жұп сандардың бірінші мәні бізде 0-ден басталады. Былай істесек, сол кезде бізде жұп сандардың қосындысы 2500. Егер екеуін де қосатын болсақ, бізге мына мәнді береді. Бұл түсінікті шығар. Енді осы бойынша тапсырмаларды қарап өтейік. Тапсырмалары бізде жалпы сіздерге кеңесін барлығын қарап шығып оқып шықсаңыздар болады. Мына жерде мысалы 1 мен 10 аралығында сандарды кері ретпен экранға шығар дейді. Кері ретпен шығару үшін минус деген санды алып отырамыз. Бұл деген не деген сөз? Біз мынаны білдік, мынандай 0-ден 100-ге дейін. Бірақ мынаны бәрін өшіре салайын. Енді кері ретпен дейтін болса, онда бізге in range деп жазамыз да, сөйтеміз. Бірінші үлкен санын жазып, мысалы 100 деп алайық, бірінші сан 100, келесі сан сол қай санға дейін бару керек. Мысалы 1 деген санға дейін болатын болса, 1-ді қосып 1-ге дейінгі дейтін болсақ, осы жерде егер үстіп қалдыратын болсақ, мысалы дейді, бұл жерде тек қана бізде 100-дің өзін ғана береді. Даже 100-дің өзін де берген жоқ, мысалы, өткен 100-дің. Ол кезде енді мына бізде кері ретпен дейтін болсақ, минус таңбамен аламыз. Минус 1 деп алатын болсақ, ол кезде кері ретпен осының барлығын 199 ретмен төмендеп түсіп келе жатады. Бұл кері ретпен орналасу. 2-ге дейін, себебі бізде біріміз кірмейді, 1-ге дейін. Егер ол 1-ді кіріктіру үшін 0 деп алу керек. 100-ден бастап солай. Немесе плюс 100-ден минус 100-ге дейін деп алатын болсаңыздар, айталық минус 100-ден, бірақ ол үшін минус 100-ден деп алатын болсақ, бірақ мен үлкен санды алайын, 10-дықтан жүретін болса, міне, онда былай болады. 90 мен керісінше 0 болды, керісінше минус 10 болды. Яғни менің қадамым минус 10 болды. Бірінші саннан керісі сан айна түсіп отырды. Міне осылай. Бұл бойынша мына мысалда көрсетіп өттім.
Енді тағы да мынандай нәрсе бар, бұл жерлерде енді көрсетпеген шығар, бірақ n деген көрсетіп тұр. Мынандай нәрсе бар. Мысалы, қарап отырсаңыздар, бүйтіп мынау бір астымен кете берген ыңғайсыз, оқуға ыңғайсыз. Айталық, бізге былай істеген бірден 100-ге дейін деп алайық, бірден 10-ға дейін деп алайық, 11-ге дейін деп. Мысалы, осыны бәрін жазып өттім, бірден 10-ға дейін қоса алдым. Бірақ осыны бір жолдан астына емес, бір жолға келтіру үшін, ол үшін айдың ішіне өтірік қойып, end деп тең жазсаңыздар, және теңнің тең кейін пробел қоятын болсаңыздар, осыны сіздер келесімен қатар бойынша жазып шығасыздар. Дәл осы, бірақ бұл бір қатарға. Сол сияқты end деген пробел деген сөз. Егер ұмытып кететін болсаңыздар, былай, жалпы ұмытып кететін болсаңыздар, былай жазатын болсаңыздар, онда барлығын бір жерге жабыстырып беріп отырады. Сол сияқты мына жерге мысалы қосу беріп қойсаңыздар да болады. Мына жерге айталық қосу деп айтатын болсаңыздар, бәрін бір қосу, бірақ мынау end деген сөз әрбір жолдан мынау жазылады, кейін қосу қойылады, жазылады, қосу қойылады, сол сияқты беріп отыр. Мысалы, бірден 10-ға дейін сандардың қосындысын біз қалай шығарамыз? 0 деп береміз, сөйтеміз да s плюс тең i, кейін print s деп беретін болсақ, сонда бізге мән шығарып береді. Бәрін шығарды, бірақ соңында қосу 55-те тең деген қылды. Себебі біздің жағдайда мынау тең керек емес. Ол үшін дұрыс шығару үшін, егер осындай сияқты мысалы керек болатын болса, онда сіз бүйтсеңіздер болады. Айталық, нерде бір сан дегенде, мысалы ss деген бір сандар болсын, бұл бізде жол ретінде. Сөйтеміз де, мына жерге былай істейміз. ss қосылу тең, өйткені бұл жол, мына str-ге айналдырамыз да, i сөйтеміз де, мына соңысында қосылған үстейміз. Енді қараңыздар, мен не істегенім? Нерді s және print ss деп көрсетейін. ss деп көрсетейін. Қарап отырсаңыздар, мына 55-дің өзі шықты, нерге суммасы ретінде. Және мынау бір жолға ss деген сөз, бұл кәдімгі жолмен деп тұр. Барлығы былай қосу. Бірақ біздің жағдайда қосу керек емес, оның орнына тең деп алатын болса, онда мынау s-тің орнына деп айтайық. Мынау s-тің орнына соңғы -1-ге дейін деп аламыз, соңғы санға дейін деген сөз. Тура осыны алатын болсақ, 55 және 10. Және қарасаңыздар, мына қосуды алып тастадым. Сөйтеміз да, мына жерге осыдан кейін қосу тең, мына жерде бізде s деген қосу str s деп алатын болсақ, онда бізге міне қарап отырсаңыздар, мынау мәндердің қосындысы тең 55 деп беріп отыр. Себебі біз s еді, мына жерде. Жалпы мен ол циклдің бір қарапайым мысал ретінде көрсетіп отырмын. Бірден 10-ға дейін сандардың қосындысы бәрін s-ке, яғни жолға теңестіріп, шынында мәнді 55-ке теңестіріп. Бұл жалпы бір мысал ретінде көрсетіп отырмын. Мен әрбір нәрсемді мен кете берейін, былай. Енді біздің неміз тапсырмалар бойынша қарап, ол 82-ші бетте мына бір тапсырмаларды қарап шығайық. 3 тапсырма бар екен. Осы тапсырмаларды қарап шығайық. Өлшей осылай. Бүйтеді. Осылай кетейік. Бірінші тапсырма бойынша дейді. K мен n аралық бірден ең кішісі 1, үлкен одан кейін k, одан кейін n-ге дейін, және 100-ден аспайды деген сөз. Яғни k және n 100-ден аспайтын аралығында барлық жұп санды экранға шығаратын программа құр дейді. Бұл не деген сөз? Қарап отырсаңыздар, 23 және 35 береді, осыларда тек қана жұп сандар болу керек дейді. Біздің жағдайда k және n деген сандар бар. Бұны map арқылы консольда деп айта берейік. Input. Осының бізге қандай сандар беріледі? K және n. K және n, мысалы айтайық, бізге айтты 23 және 35 берді. 23-35, біз не шығарды? Енді бізге айтады, осы сандардың арасында біз білеміз, k n-ге қарағанда кіші сан, немесе тең. Сол үшін бізге мына сандардың арасында for I in range деген аралық, k және n, осының аралығында сандары дейміз да. Сөйтеміз да, бұлардың бәрін ретмен шығарып өтейін. Ретмен айды бір жолға шығарып өтейін. Міне. Осыны бердік. Енді мен айтайық, мынау 23 пен 35 бердім. Міне, қарап отырсаңыздар, осы сандардың барлығын беріп отыр. Бірақ біздің аралықта не дейді? Жұп санды шығарып. Біз мына аралықта бүкіл сандарды шығарып бердік. Сіздер мүмкін былай ойлау мүмкінсіздер. Жұп сандарды қылатын болсақ, онда былай істесек болады екен ғой деген сияқты.
Мысалы айтайық, мынау кей дегеніміз білеміз біз 23, яғни бірден қосу 1 және 2 деп алсақ та дұрыс қой деп ше. Я былай шығарсақ та қате емес, себебі 23 және 35. Былай қате емес, бірақ бұл жерде кез келген сан болып тұр ғой. Кез келген сан болатын болса, негізі осындай есептер шыға, осы сандар шығу керек. Бірақ біздің жағдайда кез келген сан деп тұрғандықтан мынандай болып қалуы мүмкін да, мысалы 23 емес, 22 және 35 болып қалуы мүмкін ғой. Ол кезде бізде тек қана тақ сандар шығарып беріп отыр ғой. Сол үшін мынандай сияқты есеп, бұл егер қатып қалған болса, я ол дұрыс емес. Егер сол үшін сіздерге бұны сәл өрнектеу керек. Ең қарапайым жолы оны осындай қалдырып, сөйтіп шығарып отыру, былай шығарып отыру ыңғайлы. Себебі, мысалы, ай дегеніміз білеміз, жүк және тақты тексеріп, оны қалай тексере аламыз? Оны мод арқылы, екіге бөлуге арқылы. Егер екіге бөлсек, ол қалдығы 0 болатын болса, мысалы 4-ті екіге бөлетін болсақ, қалдығы 0 ғой, себебі 4-ті екіге бөлінеді ғой. Ол кезде 0, яғни қалдығы деген сөз біз процент 2 тең 0. Яғни бұл жерде if деген шартпен орнаймыз. If дейді, айымыз екіге бөлінсе, онда осылай бетке шығар дейді. Сонда бізге мынау сандарды беретін болсақ, бұл жерде нерде n деген керек емес, яғни бізге кейден n-ге береді, осы сандарды береміз, сол кезде мынау сандар шығарып береді. Бізге маңызды емес, тіпті 22, былай айтайық, мысалы 22 мен 33 деп алайық, бұлардың ішіне жұп сандарды ғана болатын болса, міне 22-нің өзін де қосып алып отыр. Немесе сол сияқты 23-ті және 33 деп алатын болса, міне бәрібір келесі үлкен сан 24 болып тұр. Немесе тағы да мынандай сан алып берейік. Біз үлкен сандар 22 және 34 деп алатын болсақ, міне екеуі де 34, бірақ қоса кірмеді. Біздің жағдайда 34 кірмеді, себебі біздің жағдайда 34 кіру керек. Не үшін? Себебі 34 те оның ішінде. Сол үшін міне тағы бір шартымыз бар. Мына жерде қосу 1 деген нәрсе бар. Себебі 34 ол қоса кіру керек. Сонда есебіміз дұрыс болады. Осылайша 34 қоса кірген кезде. Сонда есебіміз былай шыққан кезде бір есебім осылай есебіміз дұрыс шықты. Бұл бірінші тапсырма бойынша есебіміз. Ары қарай да күрделі қылып шығаруға болады. Мысалы бір жол, ең оңай жол осы деп алатын болсақ, мен бұны істеп қоя салайын. Енді сәл де болса күрделендіру болу үшін мынау if-ті қолданбай-ақ былай істеуге болады. I in range. Енді қараңыздар, біз мына жерде кей деген кез келген сан деп білеміз, кез келген кейс деген сан деп. Сол үшін кейді бүйтеміз. Бұны дұрыс шығару үшін кейдің өзін өрнектеп аламыз. Оны қалай өрнектейміз? Мына жерде мен әзірше қоя тұрайын. Мысалы біз кей дегенімізді бұның ең алғашқы бүтін санын ең алғашқы жұп санын табу. Мысалы айталық 23 деген кезде алғашқы бүтін саны, яғни үлкен санға кететін болса 24. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз, мынау санымызды кейді қосамыз бірге, осыны бөлеміз, екіге, көбейтеміз екіге. Қарап отырсаңыздар, бұл кейді өзгертіп береді. Мен кейді ғана беремін. Мен не істедім? Егер мысалы айтайық, үлкен сандарды беру, 23 және 35-ті беру. Сонда мен алғашқысын тауып алдым, 24. Бұл не деген сөз? Кейге қосу 1 деген сөз. Бізде 23 еді, қосамыз 1-ді. Ол 24 болды. Яғни бүтінге дейін бөлу ол 12, ол қайтадан 2-ке көбейтіп, ол 24-ті берді. Мысалы айтайық, егер де мен 22-ні беретін болсамшы, 22-ден бастап, 22-ден 35. Бұл қалай істейді? 22 қосу 1, ол 23, ол қалдық бүтінге дейін бөлген кезде 11 қайталап 2-ке көбейтеді 22. Сонда бұның жағдайда алғашқы бүтін саны 22 болып тұр ғой. Түсінікті ме? Сол сияқты енді де табамыз. Енді табу үшін бұл жерде керісінше болады. Қалай болады? Кей өйткені бізге соңғысы алынып кетпеу керек қой. Сол үшін немесе өзін алсақ та болады, қосу 1 демей-ақ, себебі өзін алсақ та болады. N қосылған 1. N-нің өзін жалпы бөлу 2, көбейту 2 деп. Енді осы жерде қараңыздар, мен айтайық, мен бүйте салайын, кей мен қайтадан өзінің санын жаздым ғой, кей және N. Мысалы айтайық, біз мына сандарды бердік.
22 және 34 болып тұр. Мысалы, мен басқа сандарды берейін. 23 және 34 деген санды берейін. 34-ті қоса алу керек. Міне, 24 және 34. Сонда осы жерден біз не түсінуге болады? Не істедім сәл де болса өрнектеп алдым да. K және N және қадам 2 дедім да. Сөйттім да, мына жерде if-тің орнына жалпы біртіндеп бірден мынау нені жазып салдым. I and міне осылай жазып салдым. Бірақ алдымен мен өрнектеп алдым бұны. Мысалы, мына жерде мен 23-35-ті берсем де, мысалы, мен 23 және 35 деген сандарды беретін болсам, 23 және 35 деген сандарды беретін болсам, онда міне дәл осылай шығып тұр. 24, 26, 28, 30, 32 және 34. 34 қоса кіру керек еді, себебі мына жерде мен қосу 1 деген қалдырдым. Қосу 1. Сонда мен мына санды беретін болсам, міне 34-тің толық кірді. Сонда мына бізге керек емес. Бір айтқан кезде мен былай шығардым. Мына негізі кейді қайтадан өрнектедім, енді қайталап өрнектедім. Былайша айтқан кезде мына жерде мен алғашқы жұп санын және соңғы жұп санын анықтап алдым. Немесе сіздер мына кәдімгі if-тің оңай жолы осылай шығарсаңыздар да болады. Бұл да қате емес. Бірден тексеріп отыру. Мына жерде әр қадам 2-ке қосып отырып, 2-ке секіртіп отырып, арттырып отырып. 2 жолмен де шығарып көрсеттім сіздерге. Түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде не істегендерін қарап көрсеңіздер де болады, қайталап айтамын. Сонымен бұл екінші тапсырманы қарап көрейік. Екінші тапсырма не дейді? N дейді. 10-нан 99 санына дейінгі 2 таңбалы сандар арасында 2 цифры бірдей сандарды экранын шығаратын программа құру. 2 таңбалы сан 10-нан басталады. Бұл жерде не дейді? Мысалы, 34 деген сан жазатын болсақ, N-ді, яғни 10-нан басталады да 34. Ол қандай сандар бірдей болады деген сөз ғой. Мен енді өшіре салайын бұл. Жалпы бізге N-нің өзі ғана керек. Input, яғни for I in range N-ге дейін. N-ге дейін. Бірақ N деген сөз бізде әрдайым 10-нан басталады. 10-нан деген сөз ол 10-дық сандар деген сөз ол. 10-нан және N-ді қоса алғанға дейін дейді. Өйткені біз әрдайым білу керекпіз, N-ді қоса алу керекпіз. Бірінші осыны бір сыпыра көрсетейін. Және print I and алдымен барлығын шығарайық. Мысалы, мен 34 деген санды беретін болсам, мен 10-нан бастап бүкіл 10-дық сандарды берді. Бірақ бұл жерде бірдей сандарды білу керек. Оның да бірнеше методтары бар. Оңай да бар, күрделі де бар. Мен қарапайым түсінікті тілмен бастайын. Оны бүйтеміз. Оны қалай білеміз? Бұл жерде бүйтіп керекпіз. Кәдімгі математика жолымен есептеу керекпіз. Ол үшін if арқылы, немесе бүйтіп. I деген бір санды береміз, ол бізде 10-дықтар деген сөз. I бөлеміз 2-ке. Жоқ, 10-дыққа. Бұл деген сөз біріншісі деген сөз ғой. Бұл 10-дығы деген сөз. B деген санымыз, бұл I проценті деген сөз ғой. Сөйтемізде if дейміз, A тең B-ға болса, онда шығар деген сөз. Егер де мен 34 деген санды беретін болсам, 11, 22, 33 не істедім? Бірінші бөліп алдым, 10-дыққа бөлдім, кейін 100 неге бөлдім. Сөйтіп шығарып алдым. Бұл бірінші жолы. Бір жолы осылай шығарсақ болады, тез. 10-ға бөлдім, кейін неге бөлдім. Екінші жолы бар. Екінші жолы қайтеміз. Бұл бізде енді 10-дықтар екен білеміз. Ең кіші сан 10-дыққа дейінгі. Ол 10-да математика жолымен шығарсақ болады. Оны былай істесек болады. Біз білеміз, әрдайым біріншісі арттырып отырады. Міне 11. Мен былай көрсете салайын. Екінші жолы былай. Бірінші жолым осылай болсын. Екінші жолым былайымыз болады. Қандай сандар бірдей болады? 11, 22, 33, 44, 55 былайша айтқан кезде әрбір 11-ге арттырып отырады. Оны былай істейміз. Біз білеміз, әрдайым 10-нан басталады деген сөз. Сонда for I in range дейміз де, сөйтеміз де, мына жерде бірінші санымыз қандай сан? Ол 11. Сөйтеміз де, мына жерге N-ді қоямыз да, сөйтеміз, қадам бізге 11 қыла саламыз. Бұл не деген сөз? Қадам 11-ге секіреді деген сөз. Сөйтеміз, if дейміз, мына жерге жалған if, өткен 34 if-іміз бар, неге дейін. Сөйтеміз, print-ті шығарсақ болады. I and
себебі біздің алғашқы 34 деген сан алатын болсақ, міне 11, 22, 33. Бұл да бір оңай жол, себебі біз нақты білеміз, екі сан, бірдей сан ол тек қана 11-ге артады. 11 қосу 11, 22 қосу 11, 33 сөйтіп кете береді. Кете береді. Және бір нәрсе бар, мына жерде бір нәрсені де ескеру керек. Мынандай нәрсені қосу 1 деген сөз. Себебі айталық біз 33 дейтін болсақ, бұл жерде, мына жерде қосу деп алатын болсақ, онда мына жерде сан жазылмай қалады. Сол үшін нені қосу 1 деп алу керекпіз. Қосу 1 дегенді ұмытпау керекпіз. Сол кезде егер 33-ті беретін болсақ, жоқ. 33 деген санды беретін болсақ, міне толық шығады. Бұл да біздің екінші жолымыз, шығару жол бойынша екінші жолымыз. Так. Енді үшінші тапсырмамыз не дейді? Үшінші тапсырмамыз бойынша